Hello! Сіздермен бірге Диана, ағылшын тілі сабағы, бастапқы деңгей 17-ші сабақ. Өткен сабақтарда біз past simple'ды үйренгенбіз, яғни өткен шақ. Сонымен қоса was және де were мен сөйлем қарастыру. Ал бүгінгі сабақта біз мағыналы етістікті қолдана отырып, өткен шақ формасын жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен сіздер ағылшын тілінде мағыналы етістіктер екі топқа бөлінеді. Яғни дұрыс және де бұрыс болып. Егер етістік дұрыс болса, біз бар болған етістікке ed жұрнағын жалғаймыз. Ал егер етістік бұрыс болса, онда біз арнайы бұрыс етістіктердің таблицасын жаттауымыз керек. Сонда мысалы дұрыс етістік мысалы want қалау және өткен шақтағы формасы wanted, play, played, like, liked. Ал егер етістік бұрыс болатын болса, мысалы buy сатып алу өткен шақтағы формуласы bought, see көру, saw, go, went, have, had, drive, drove. Және де сіз енді осы таблицаны жаттауыңыз керек. Жалпы бұрыс етістіктер ағылшын тілінде 100 және де 120 етістік арасында біз күнделікті тұрмыс тіршілікте қолданамыз. Сондықтан сіздер бұл етістіктерді міндетті түрде жаттауларыңыз керек. Егер сіз оны білмесеңіз, онда сіз өткен шақта сөйлемдер құрастыра алмайсыз. Ал енді мысалдар алып қарастырайық. Мен кеше кино көрдім. I saw a movie yesterday. Сонымен қоса see бізде осы шақ, ал өткен шақта see-дің формасы saw. I saw a movie yesterday. Мен кеше кинотеатрға бардым. I went to the cinema last night. Мен кеше таңғы ас іштім. I had my breakfast yesterday. Мен Францияда 10 жыл бойы тұрдым. I lived in France for 10 years. Және назар аударыңыздар, егер сіз белгілі бір уақытты айтқыңыз келсе, яғни 2 жыл, 2 апта, 2 күн, онда сіз міндетті түрде for көмекші сөзін қолдануыңыз керек. Мысалы, for 2 days, 2 күнге, for 2 weeks, 2 аптаға, немесе 2 аптада, for 2 months, 2 ай бойы. Мысалы, және тағы басқа да мысалдар алып қарастырайық. I went to Russia last year. Өткен жылы мен Ресейге бардым. Сонымен қоса last year дегеніміз өткен жыл. Last week өткен апта. Last month өткен ай. Және сол last деген өткен деген мағынаны білдіреді. Сонымен қоса біз do етістігін білеміз, яғни жасау. Ал өткен шақтағы формасы did. I did my homework yesterday. Мен кеше үй жұмысымды жасадым. I finished my homework at 7 o'clock. Мен үй жұмысымды сағат 7-де бітірдім, яғни finish бітіру, және де ол дұрыс етістік, сонымен қоса бар болған оған ed жұрнағын ғана жалғаймыз. Ал егер болымды сөйлемнен болымсыз сөйлем жасау үшін бізге бар болғаны did not сөзін қолдану керек. Және де естеріңізде ме, біз present simple'ды өткенде don't немесе doesn't, ал өткен шақта ол didn't болып аударылады. Демек, I didn't do my homework yesterday. Мен кеше үй жұмысымды жасаған жоқпын. Және де didn't ол өткен шақта тұр ғой. Сонымен қоса қасындағы етістікті инфинитив түрінде қалдырамыз. Яғни қасындағы етістікті I didn't did деп қолдану қате болып табылады. Сондықтан didn't өткен шақ, ал қасындағы етістік инфинитив формасында тұрады. Мысалы, I didn't see a movie yesterday. Мен кеше кино көрген жоқпын. I didn't go to school yesterday. Мен кеше мектепке барған жоқпын. She didn't drive yesterday. Ол кеше көлікті айдаған жоқ. He didn't sleep. Ол ұйықтаған жоқ. He didn't go to Spain last year. Ол алдыңғы жылы Испанияға барған жоқ. She didn't eat breakfast. Ол таңғы асын ішкен жоқ. He didn't go out. Ол сыртқа шыққан жоқ. Ал егер болымды сөйлемнен болымсыз сөйлем жасау үшін бар болғаны did етістігін сөйлемнің басына жібересіз. Мысалы, did you see a movie yesterday? Сен кеше кино көрдің ба? Did you go out? Сен сыртқа шықтың ба? Did you buy a car last month? Сен өткен айда көлік сатып алдың ба? Ал егер сіз сұраулы сөздер қолданғыңыз келсе, мысалы where, what, when, онда сұраулы сөздер сөйлемнің алдына кетеді, кейін did'ті қолданасыз. When did you go to Spain? Сен Испанияға қашан бардың? Where did you live? Сен қай жерде тұрдың? Және де сізге тағы назар аудару
керек зат. Егер сізде сөйлемде мағыналы етістік болмаса, онда біз was немесе were қолданамыз. Ал егер мағыналы етістік болса, онда сіз ed жұрнағын жалғайсыз, немесе сол етістіктің бұрыс формасын пайдаланасыз. Ал енді мысалы сізге бір мысал келтірейін. She was at the cinema last night. Ол өткен түнде кинотеатрда болды. Және де she went to the cinema last night. Ол кинотеатрға барды. Сонда егер мағыналы етістік болмаса, was немесе were, мағыналы етістік болса, сіз ed жұрнағын жалғайсыз, немесе бұрыс етістікті қолданасыз. Бұны шатастырмаңыздар. Ал енді әдеттегідей тест жұмысын орындайық. Біріншісінде мағыналы етістік жоқ, демек болдым. I was in France last year. Біз үй жұмысын жасадық. We did our homework last night. Шу бізде wash, яғни бұл дұрыс етістік, сондықтан ed жұрнағын жалғайсыз. She washed her car. Және де ол өзінің көлігін жуған жоқ. She didn't wash her car. Ол пианинода ойнаған жоқ. He didn't play the piano. Достар, бүгінге осы. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше. Бай-бай!